Түрлі түсті көздің жауын алатын тазалағыш құралдардың құтысы жиі қайғылы оқиғаларға әкеп соқтырады. Өткен жылы облыста ауыз қуысы мен өңештің 47 химиялық күйігі тіркелді. Барлық зардап шеккендер үлкендердің қарауынсыз қалған кішкентай балалар. 1,5 жастағы Радмир ыдыс жууға арналған сұйықтықты ішіп қойған. Оның анасы Кристина көмір алу үшін 2 минутқа кеткенін айтады. Дәрігерлер кішкентай Радмирді құтқарып қалды. Бірақ толық жазылып кету үшін ұзақ уақыт ем алу керек. У нас, получается, пищевод вывели сюда, потому что слюна шла на легкое, и у нас теперь одно легкое поврежденное. Получается, его почти нету, и одно легкое у нас осталось. И нам предстоит еще полностью переменять, пищевод заменить полностью. Я посоветовала родителям, чтобы смотрели, конечно, жена моя есть в этом, чтобы смотрели они за своими детками лучше и не покупали такую гадость, как я покупаю. Медицина қызметкерлерінің айтуынша, бұл кішкентай балалардың тұрмыстық химиялық препараттарымен уланған алғашқы жағдай емес. Тек өткен жылы Қарағанды облысы бойынша 47 оқиға тіркелген. Олар 1 жастан 6 жасқа дейінгі балалар. Меньше случаев не становится. Тут наоборот идет из года в год рост вот этих вот химических ожогов. Месяца 2-3 они лежат в отделении. И после ожога, получается, где-то в среднем 2-3 года они поступают ежемесячно к нам на плановое бужирование пищевода, то есть это расширение стеноза. Уланған балалардың жартысынан жуығының күйігі ауыр дәрежеде болған дейді дәрігерлер. Балалар ұзақ уақыт реанимация бөлімінде жатады. Олардың басым бөлігінде ауыр асқынулар болады.